Берілген сандарды паскальға айналдырайық. Ол үшін 1 ньютон метр квадрат 1 паскаль екенін ескерейік. Сонда 115 ньютон сантиметр квадрат, бізде ол 115 ньютон сантиметр квадрат, оның минус 4 дәрежесі метр квадрат. Сонда 115-ті көбейтеміз оның плюс 4 дәрежесіне, ньютон метр квадрат ол паскаль болады. Сонда 500 паскаль. 2 гигапаскаль, гига деген оның 9 дәрежесі паскаль. 3 кило паскаль, кило деген 3,0. 3 көйту 13 дәрежесі, немесе 3000 паскаль. Ньютон метр квадрат ол бізде паскальді берсе, 50 ньютон метр квадрат ол 50 паскальға тең болады. 5 кило ньютон күшпен 1 кило паскаль қысым түсіру үшін аудан қандай болу керек? Берілгені F 5 кило ньютон, қысым P 1 кило паскаль, табу керек аудан. Так, талдау. Аудан табу үшін күшті бөлеміз қысымға. Шешуі. 5 кило ньютон дегеніміз бізде 5000 ньютон. 1 кило паскаль ол 1000 паскаль. Сонда бізде 5 метр квадрат. Жауап 5 метр квадрат. Масса 6 тонна трактор, табаны 2000 сантиметр квадрат. Ол жерге қандай қысым түсіреді? Берілгені масса 6 тонна, аудан 2000 сантиметр квадрат. Еркін түсу үдеуін жазып қойайық, жуықтағаны 10 деп алайық, ньютон килограмм. Табу керек қысым. ХБЖ-ға айналдырайық. 6000 деген масса, онан 2 метр квадрат ол біздің аудан. Талдау. Қысым табу үшін күшті бөлеміз ауданға. Күш табу үшін массаны көбейтеміз еркін түсу үдеуіне, яғни ауырлық күш. Шешуі. Так, М деген бізде 6000 килограмм, G 10 ньютон килограмм, аудан 0,2 метр квадрат. Есептейміз. 300 000 болады. 300 000 паскаль. Жауабы 300 кило паскаль деп жазайық. Масс 90 килограмм шаңғышы қандай қысым түсіреді? Әр шаңғының ұзындығы 2 метр, ені 12 сантиметр. Берілгені масса 90 килограмм, еркін түсу үдеуі жуықтағаны 10 ньютон килограмм деп алайық. Ұзындығы 2 метр, ені 12 сантиметр. Табу керек қысым. ХБЖ-ға айналдырайық. 12 сантиметр 100-ге бөлеміз, 112 метр. Талдау. Қысым табу үшін күшті бөлеміз ауданға. Күш деген mg. Аудан деген 2 шаңғының ауданы. Бір шаңғы бізде S шаңғы болса, 2 өйтеміз. S шаңғы ол бізде ұзындығы көбейту ені. Шешуі. Алдымен шаңғының ауданын табайық. 2-ні көбейтеміз 112 метрге. Сонда бізде 124 метр квадрат шығады. Сосын жалпы ауданын табайық. Ол үшін 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде 0,148 метр квадрат 2 шаңғының ауданы шығады. Күш табайық. Қысатын 90-ды 10-ға көбейтеміз. 900 ньютон. Қысым табамыз. 900 ньютонды бөлеміз 148 метр квадратқа. Сонда бізде 1875 паскаль шығады.